Сәлем достар, сіздермен мен Айзада. Бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі ерекше шығатын блинчиктің рецептісімен бөлісемін. Қолда ұстағанда да, барлығында да ешқандай сынып кетпейді. Бізге қажетті заттар: ұн, сүт, жұмыртқа, қант, май, тұз. Және де қанша мөлшерде зат салатынымыздың барлықтарын мен описаниеге қалдырдым. Ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып салып алып, үстінен қантымызды салып жақсылап араластырып алғаннан кейін сүтімізді құямыз. Ұнымызды бірден салып жібермей, бөліп салып жақсылап, ұнымыз бір түктеніп қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Майымызды салып, үстінен тұзымызды сеуіп, біз сұйықтығымызды дайындаймыз. Мінекей, менде осындай сұйықтық шықты. Өте қоюда емес, өте сұйықта емес сұйықтық шығады. Қызып тұрған тапамызда блинеларымызды пісіре береміз. Мінекей, мен барлық блинчиктерімді осылайша пісіріп шықтым. Пісіргенде де тапама жабысып қалмайды, ұстағанда да сынып кетпейді, орағанда да өте жақсы оралатын, жегенде өте дәмді болып шығатын блинчигім дайын болды. Міндетті түрде менімен бірге болып, комментария қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Және де қандай рецепті күтетіндеріңізді де жазып кетсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Көп рахмет.